Ол мүлде шындыққа жанаспайтын ақпарат. Ондай адамдарды сотқа беру керек қой. Ол өтірік мәжбүрлеу ешқандай насильно апарып неткен емес. Өйтіп осындай істеген емес ол. Өтірік ол. Баршаңызға сәлем, менің есімім Рымбек Қабиден. Достар, жақында ғана билік Нұр-Сұлтаннан Екібастұзға көп балалы отбасыларды мәжбүрлі түрде көшірді. Онымен қоймай, Солтүстік Кореядағыдай солақай саясатты ұстанып, билікке ыңғайсыз отбасыларды іріктеп алды деген қауесет тарады. Бұл ақпараттың шындыққа жанаса ма жоқ па екенін, өтірік шынын анықтау үшін мен Екібастұзға жедел келдім. Қазір шаңырақтарға, жаңағы отбасыларға барып, мәселенің мән-жайын өздерінен білетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Қоныс аударушылардың қал жағдайын білу үшін біз бірден осы жаңа үйдегі бірінші подъездге кіріп, осы пәтер иелерімен сұхбаттасып көрейік. Саламатсыздар. Келіңіздер. Менің есімім Рымбек. Мен Павлодардан арнайы келіп тұрмын. Біріншіден қоныстарыңыз құтты болсын. Рахмет. Сіздердің тұрмыстық жағдайларыңызды біліп, аздаған сұхбаттасайын деп едім. Қалай қарайсыз? Жақсы, кіріңіздер. Кіріңіздер. Балнұр, Сара, Уана, келіңдер. Келіңіздер, кіріңіздер. Бұл үйлер жылы екен. Осы жайғасып жатырмыз жай үйге. Бәрі жақсы бізде. Неше бөлмелі? 3 бөлмелі. 3 бөлмелі пәтерлі. Отбасыңызда неше адам бар? Отбасымызда 7 бала шағам бар. Қыздарым тұрмысқа шыққан, қазір 5 қызыммен тұрамын. Келгелі бері қуаныштымыз, өзіміздің үйіміз. Сіз 7 баланың анасысыз? Иә, 7 баланың анасымын. Енді жұмысқа жайғасайын деп тұрмын. Есіміңіз кім бар? Азиза. Нұр-Сұлтаннан келгенде де бізді қолдап жатыр. Ешқандай бұл жерде неш жоқ. Мына больницаға жұмысқа кіріп жатырмын, санитарка болып. Күйеуіңіз? Жолдасым да бір жұмысқа кірейін деп тұр осы жерден. Оны да шақырып жатыр жұмысқа. Бірінші ол документтерді тапсырып алайын мектепке қыздарды. Бәрін жинақтап алайын, одан кейін мен де кірем деп отыр. Сәлеметсіз. Сәлемет бе? Қалай? Жақсы, жаман емес. Төрге өтіп отырсаңыздар? Ассалаумағалейкум. Мінекей достар, біз Есқаженовтар отбасындамыз, отбасының шаңырағындамыз. Мерхат есімді шаңырақтың иесі қазір бізге осы жердегі жағдай бойынша біраз түсініктеме береді. Нұрлы ертіс деген программаны естідік. Мен көршімнің балалары осы жаққа тоже келген екен, осындай программамен. И сол көрші әңгіме айтып отырып, су айтты, бауырым кетті, мына жаққа Екібастұзға деп. Сіз енді семейдіксіз ғой? Мен семейдікімін өзім, да. Сосын Астанаға кезінде сол кетіп қалдық, сол жаққа жұмыс бабым. Қанша жыл тұрдыңыз? Астанада 12 жыл тұрдым мен. Астанада 12 жыл тұрдым, пәтер жалдым. Содан осы жаққа жаңа программа естігеннен кейін, үй беріп отыр дегеннен кейін қуанып. Енді үйді берді, жұмыспен қамтый ма? Үйді берді, жұмыспен қамтып жатыр. Балалар шағаның мектепке баратын балаларымды мектепке орналастырып отыр өздері. Садикқа баратын балаларымды садикқа өздері орналастырып отыр. Маған жұмыс тауып беріп жатыр. Қазір интернетте бәз біреулер осы Нұр-Сұлтаннан Екібастұзға көшкен отбасыларды билік мәжбүрлі түрде көшірді деп өсек таратып жатыр. Жоқ, біз өзіміздің еркімізбен осы жаққа көшіп келдік. Бізді ешкім айтқан жоқ, мына жаққа барыңдар, көшіңдер деп. Біз өзіміз осылай айтып отырмын, көршімнен естідім, солай естіп келіп сөйлестік сол жерде, жилищный фондта Қошқар Жұмабаевада. Бізге айтты, осылай үй беріліп жатыр, келісесіздер ме, барасыздар ма деп. Мен айттым, ойланбастан барам дедім. Документтер жина деді, жинадым, сосын осы жаққа қарай келдік. Енді мен айтарым, ондай әңгімелерге көп сеніп қалмаңыздар енді. Мен өз басым, мен ешкім қинап алып келген жоқ мына жаққа, өзімді естіп, осылай документтерімді жинап, заң бойынша өткізіп, осы жаққа акимат өздері алып келді.
енді әркімнің өзінің несі бар, точно айта алмаймын, әркім үшін өзім үшін ғана айтамын. Енді дұрыс айтасыз, әркім үшін айта алмайсыз, әркімнің өзінің жеке пікірі бар. Сол себептен мен қазір осы үйдің өзге тұрғындарына да барып, олармен де сұхбаттасайын, олар да өздерінің пікірін айтсын, олар да мынау ақпараттың жалған шындығын бізге айтып, растасын, көрермен білсін, көрсін. Мінекей мен Мирхаттың үйінен ұзамай, көршілеріне де соғып, амандасып шығуды ұйғардым. Олар да өздерінің пікірлерін айта жазсын. Ассалаумағалейкум. Рұқсат бар, көгір. Танысып кетсек, есімдеріңіз кім болады? Олжас Айнұр. Олжас Айнұр. Қуаныштым, менің есімім Рымбек. Сұрақ қойын төтесінен. Қазір әлем желіде, интернетте осы Екібастұзға Нұрсұлтаннан отбасыларды мәжбүрлі түрде көшірді деген ақпараттарда бұл рас па, өтірік пе? Өтірік, ол по желанию каждого человека. Кто захотел сол көшті. По желанию. Мысалға мен өз отбасым үшін, балаларым кейін жерде кейін өсім үшін ғана неттім. Алдым үйді. Өйткені ол өтірік мәжбүрлі ешкім насильно апарып неткен емес. Өйтіп осылай істеген емес ол. Өтірік ол. Сіздерге біреу хабарласты ма, осылай үйлер бар, осындай жағдай бар? Ешкім хабарласты. Жаңалық, мен мысалы өзім 9 майдың алдында жаңалықтан естідім. Осылай Павлодар облысында көпбалалы аналарға деп 3 бөлмелі пәтер беріліп жатыр деген соң мен солай новостидан естігеннен кейін ғана барып сөйтіп қабылдадым. Содан кейін барып мен дүйсенбі күні барып тапсырдым документімді. Өтініш бердіңіз? Иә, өтініш бердім. Өтініш бергеннен кейін маған айтты, понедельник күні сбор вещей, вторник күні көшіріп алып кетеміз деді. Болды. 2 күннің ішінде? Иә. Бұған дейін сіздер қанша жыл тұрдыңыздар? Біз 2015 жылдан бері тұрдық. 2015 жылы 15 мың бір нәрсе болып тұрдық. Оған дейін 15 мың болып тұрғанның өзінде біз ойлап жүрдік, қай уақытта бізге беріледі, что еще условияларымен қалай біз аламыз. Мысалы, көп балалы аналар жинай алмайды ғой қаржы. Қаржы жинай алмайды, нете алмайды. Көбінесе баланың несіне кетеді қаржыларында. Сондықтан да біз неткен жоқпыз. Осындай условия болған соң біз осылай келдік. Әр отбасы өзі таңдайды ғой, мысалға, әр отбасы өз несін ойлайды. Мысалға, әйел адам, мысалы, үйде жүргеннен кейін әйел адам ойлайды. Отбасым осылай тұрса екен, бақытты болса екен, бала шағам кең шаңырақта өмір сүрсе екен, өсіп жетілсе екен деп. Ал Астанада тұрып жатқан отбасыларға айтатын сөзім, көп ойланбастан, көп шешім қабылдамастан, осындай жақсы условия беріп жатқандықтан көшіп келулеріңізге болады деп айтқым келеді. Жақсы, көптен рахмет, біз енді ары қарай кеттік онда. Рахмет. Сау болыңыздар. Шақырылмаған қонақтың осы шулы мәселеге қатысты келіп жеткен естіп, әкімдік өкілдері де осы жерге асыға жетті. Енді Айгүл Нұрбай қызы есімді жергілікті Екібастұздық әкімдіктің өкілі қасымда тұр. Ол кісі, мен ол кісіге өзімнің сапарымның түпкі мақсатын түсіндірдім. Ол кісі қазір маған осы Нұрлы ертіс бағдарламасы бойынша келген отбасылар жайында, осы үйге қанша адам қоныстанған жөнінде айтып береді. Айгүл ханым. Сәлеметсіз. Мен Екібастұз қаласы халықты жұмыспен қамту орталығының маманымын. Осы бізге Екібастұз өңіріне осы мамыр айында алғашқы жартысында 17 отбасы келді, екінші жартысында тағы 18 отбасы қоныстанды. Бөлмелі пәтер берілді. Әрбір отбасында кемінде бір азамат мамандығы бар маман болып
болып табылады. Сондықтан олардың осы Екібастұз өңірінде бос жұмыс орындары қарастырылып, сол кісілердің мамандықтары бойынша бос жұмыс орындары бар болған жағдайда біз осы кісілерге ұсыныс жасадық. Ерікті түрде қоныс аударуға ұсыныс жасаған. Олардың барлығына, сөзіңіз аузыңызда, олардың барлығына осы жаңа үйден пәтерлер берілді. Иә, дәл осы жаңа үйден. Олардың дені жаңа көп балалы отбасылар. Иә, басқа санаттағы азаматтар бар, бірақ олар отбасы құрамында отырады. Біздің негізгі түпкі мақсатымыз жұмыс күші артқан өңірлерден жұмыс күші жетіспейтін өңірлерге жұмыс күшін тарту, мобильділік жасау. Жұмыс күшін тарту. Осы мақсатта біз отбасында кемінде бір азамат квалификациясы бар маман болатын болса, оларды біз тартуымызға болады, бағдарламаға қатысуға болады. Осындағы отбасыларды Астанада, Нұр-Сұлтаннан мәжбүрлі түрде көшірген жоқ қой? Жоқ, мәжбүрлі ерікті түрде қоныс аудару, ерікті түрде. Әр отбасының өзінің таңдауы бар. Біз тек қана ұсыныс жасаймыз. Келген азаматтардың бәрі ерікті түрде қоныс аудару. Сондай ақпарат тарағанын білмейсіз? Естідім, көрдім, бірақ енді ол мүлде шындыққа жанаспайтын ақпарат. Ондай адамдарды сотқа беру керек қой? Мүмкін енді ол менің құзыретіме жатпайды енді. Дегенмен жалпы көрдім ол ақпараттан. Жақсы, рахмет көп. Сонымен репортажымда Нұр-Сұлтаннан көшіп келген Рахымжан есімді Екібастұздың жаңа тұрғынымен аяқтайын. Сөз соңында айта кетерім. Осындай әлеуметтік желідегі өсек аяндарға бірден иланып қалмай, мен сияқты келіп, тексеріп, көз жеткізіп барып қорытынды шығарыңыздар, содан кейін барып пікір қалыптастырыңыздар. Сіздермен бірге болған әдеттегідей мен Рымбек Қабиден, ал қайталанбас кадрларды ұсынған видеограф Асхат Аманбеков. Амандықпен жүздескенше.